Айжан, мен саған тоқта деймін. Мұның қалайсың? Мен сені жек көрем. Айжан, сенің мұның дұрыс емес. Ақылың болса сен бұлай істемейтін едің. Марат, сенен шаршадым әбден. Не өмір мынау? Түсінесің бе? Тойдым. Айжан деймін. Қазір қайтпасаң, екінші рет қайтып келмейсің. Кетсе кет. Бірақ қайтып келуші болма. Мен сені жек көрем. Терезені ашшы. Айтпақшыма ұмыт барады екем. Кетем деп қалаға. Әке, тамақ. Сәл шыдаш қызым. Мынау шеф повар үлгермей жатыр. Қазір әкеңнің пісірген бауырсағын жеген соң, ешқашан қарның ашпайтын болады. Әке, қашан піседі, қарным ашық болды. Қазір сәл шыда. Сәл. Мінекей. Қалай балам? Әкеңе жараса ма? Әй, саған да жағып қойшы. Көмектеспейсіздер ме маған? Құр отырғанша. Әйелі кеткелі 10 күн өтті. Мараттың ұлы мен қызына әке орнына әке, ана орнына ана болып жүргеніне де 10 күн болыпты. 15 жылдан бері такси жүргізушісі болып жұмыс істейтін Маратқа алғашында бұл қызмет қолдан келместей көрінгені рас. Амал қанша, өмір бәрін үйретеді екен. Әке, мамам журнал ғой, ұмытып кетіпті. Маман тек қана журналды емес, одан да зорғыларын ұмытып жатыр ғой қызым. Марат, мынаны қараш. Қандай әдемі. О, күшті екен. Не мынау, иіс су ма? Иә, осыны берші. Базған жеген. Анандай ақшаға, мынандай иіс су алғанша, бір айға жететін тамақ алмаймыз, Байжан. Марат, мынаны қара. Осы сөмке қазір сәнде. Менің ана қара көйлегіме күшті келеді. Мүмкін осыны. Жарайды жаным. Әперейін. Бірақ қазір емес. Ақша болмай тұр. Сәл шыдаш. Таксистің байығанын қашан көріп едің? Одан да өмір бойы арманда десеш. Айжан, олай демеш. Көресіңер, бізде бәрі болады. Тұрысып жүрмін ғой. Не дейсің енді маған? Басталды. 16 жылдан бері естіп келе жатқан ертегі. Қош болды, мен жұмысқа кеттім. Айжан. О, Сәлем. Диас, қалайсың? Жақсы. Құлпырып, әдемі болып көпсің ғой. Ұялтпаш. Не істеп отырсың? Сол айлық есепті дайындап. Шаршап кеттім. Айтпақшы, бастықтың тапсырмасын орындадың ба? Қойшы. Сен одан да мынаны айтсаңшы. Не мынау? Бұл сыйлық. Бірақ ішінде не бар екен айтпаймын. Мен жасырам, сен тап. Таппасаң, үйге алып кетем. Табам, айт ал. Көзің жым. Жым, дұрыстап жым. Сен оны каталогтан көргенсің. Не ол? Маған бәрі керек. Таптым.
иіссу. Иіссу? Және сумка. Аш көзіңді. Рахмет. Ой, қандай керемет. Диас, сұрайыншы, қайдан білдің? Енді мен ғой ол. Көңіліңе рахмет. Оқасы жоқ. Айтпақшы, осы демалыста бос уақыт тап. Осыны атап өтейік. Айжан. 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 Жақсы. Айжан, ақыры алыпсың ғой. Құдайға шүкір, болғасын аламыз да. Бір сөмкемен иіссуды сөз етіп, сені де еркек дейді ғой. Қойшы болды. Бұл үйде өзі тыныштық бар ма, жоқ па? Айта бермеші. Түф, мына сөмкенің әдемісін ай. Мұны да алғансың ба не? Не боп талсақ? Жұрттың бәрін өзің сияқты бейшара дейсің бе? Көп сөйлемей жарықты сөндірші. Ертең ерте тұруым керек. Таксист жұмысқа барады екен ғой. Ұйқысы қанбай, ақшасы қысқарып қалып жүрер. Айтқаның болсын, Марат мырза. Әке, не ойлап отырсыз? Тамағыңыз күйіп бітті ғой. Мәс саған. Қап. Алаңдамаңыз, өшірдім, тамақ жейік. Ал олай болса балаларым. Қазір мен сендерге тамақ салып берейін. Сендер тамақ ішіңдер, қане. Кімде-кім тамағын тауысып ішсе, сол қыдыруға барады. Келісіп бе балалар? Келісіп. Қане Арука, тамағын түше ғой. Ішпеймін. Мамам күні ұқсамайды. Ару, нан ішпесек қыдырмаймыз. Біз үшін пісірді ғой әке, ақылды өзі. Арука, тамағын тауысып іш. Ертең маманың тамағындағы дәмді қып пісіріп берем. Жарай ма? Келістік қой. Жаным сол, ақылдым менің. Қане. Балам, сен де тамағыңды ала. Мамам дейді ғой. Ай, мамаларымнан қай жерім келмей осы менің. Қараш, мамаларының орнында отырып алып, шайды өзім әдемілеп сендерге қойып беріп жатырмыз. Айжан, сендей сұлуғана осындай сыйлыққа лайық. О, қандай әдемі. Диас, көңілге рахмет. Менің ана ынжық күйеуім осылай жасауды да білмейді. Сендей сұлуды бағаламаған еркектің обалы жоқ. Айжан, сенің сұлулығың үшін. Әрі қарай, не істерімді білмей отырмын. Осындай күйеудің саған керегі не? Қайдағы біреуге тап болып. Айжан, сені қызғанам. Сүйем сен, Айжан. Әттең тағдыр бізді ерте қоспады әйтпесе. Алла ханымды аялап өтерем. Мен де тек
тек балаларымды ойлап отырмын. Неге оларды сен ғана ойлауың керек? Ол да ойласын. Жағдай жасасын. Айжан, сен әлі жассың. Өмірің алда. Айжан, көңілің түсірмеші. Айжан, ең бастысы, екеуміз біргеміз. Сен үшін жаным. Ерлан, абайла. Аруға құлақ қалма қызым. Ерлан, қараса шана балаға. Ойна ғой бала. Айжан, қайда жиналдың? Бүгін сенбі. Демалыс дегендей, жайма сенікі? Сенбі болса не болыпты? Сен секілді үйде отыруым керек пе? Кездесуім бар. Біз де адам боласымыз. Сенің қыдыруың күтпейді екен. Қашан отбасымызбен адам құсап үйде отырамыз. Отбасын ойлай қалыпты ғой өзі. Күн демей, түн демей, дыңғырлаған көлігіңмен таксилетіп кетуші едің ғой. Айжан деймін, отыр үйде. Ешқайда бармайсың. Балаларға қара. Марат, өзім білем. Барам дедің ба? Барам. Айжан деймін мен саған! Ерлан, шайыңды ішіп болған соң дастархан жинай сал. Сосын Арудың сабағын оқыт. Үйді жинап, шаң түсір, түсіндің бе? Жарайды, мен кеттім, құрбыларым күтіп қалған болар. Қызым, жаным қорқып кеттің бе? Болды. Қорқпа жаным, Қорқпа. Диас. Марат, неге телефонды ақтарасын? Бер шәкел. Ерлан, Арудалда сыртқа шығыңдар. Мамаңмен сөйлесіңдер, тез. Айжан, не мынау? Көңілдес тауып алғаннан саумысың? Саған не керек? Жай ғана досым. Сүйдім, кел деп хат жазатын досыңды. Мен қалай танымайын? Айт, кім мынау? Жіберші қолымды. Осыңдайына шаршадым. Мына өмірден де шаршадым. Сенің өмір бітпейтін қызғанышыңа тойдым әбден. Үйтіп сен көз жасыңмен қорқытпа мені. Жауап бер! Өзің жауап бер бәріне. Бай боламыз, бақытты боламыз дегенің қайда? 16 жыл болды. Баяғы сол. Ол секілді көңіл бөлуді де білмейсің. Былай тұршы. Не? Менің көзіме шөп салатындай. Мен саған не жаздым оңбаған? Жек көрем сені. Балалар да өзіңе. Өзім де өзіңе. Кеттім мен. Айжан, тоқта деймін саған. Кетпейсің ешқайда, Айжан. Қызым, не салып жатсың? Сурет әке, қарашы, күшті мен. О, қандай күшті. Менің қызым өскенде үлкен суретші болады ғой дейм, Қане, мынау кім? Мынау мен, мынау сен, ал мынау. Мынау Ағатай. Қызым, мына суретті аяқтамапсың ғой. Әке, мама қашан келеді? Қызым,
Мамаң алыста. Ол әзір келе алмайды, жарай ма? Мен мамамды сағындым. Қызым, сен суретін сала бер. Мен кірді жуып тастайын. Жарай ма? Жоным менің. Қане. Әке, не істеп жатырсыз? Үй жинайын деп, не болды балам? Қазір келгесін өзім ақ тазалаймын. Асықсаңыз. Қой балам. Үй жинау деген бізге не тұрады? Оның үстіне менің қандай көмекшім бар? Қазір ару көмектеседі. Я қызым? Бар. Сабағынан қалма. Біздің ауыл текшінің етегінде қой. Мен мына үйімді жинастырайын. Содан кейін жұмысқа да кетуім керек. Әке, сиырдың төл деген не ол? Төл дегеніміз, балам, қазір. Төл дегеніміз сиырдың, түйенің және жылқының балаларын төл деп айтады, түсіндің бе? Әке, онда мен сенің төліңмін бе? Ай қызым ай, тіліңнен сенің. Бұл енді төл дегеніміз 4 түлікке қатысты айтылады, ал адамға қатысты баласы, қызы деп айтады. Мысалы, сиырдың төлі бұл Бұзау. өте дұрыс. Ал жылқының төлі ше? Құлын, ал әке айтсын, қозының мамасы. Қозының мамасы деген не? Қой шығар. Әке, мамамды сағындым. Қызым, сен білесің бе? Сен мына сабағыңды жақсы оқысаң, мамаң өзі келеді. Ал мені тыңдайтын болсаң, мен мамаңа өзім алып барам, жарай ма? Жарайды, әке, онда тыңдашымнан жаттауға бердім. Қане, ал айта қойшы. Асыл ана түсімде көрем сені, бұрынғыда емессің неге еңселі. Мен білсем саған деген сағыныштың осынау жұмыр жерде жоқ өлшемі. Пақ шіркін, қандай керемет. Тура өзіме тартқан қызым ғой мен. Ал енді сен мына сабағыңды оқи бер. Мен мына үйімді жинастырып бітірейін. Біраздан соң ағаң сабақтан келеді. О, тамақ дайындау керек деген бар емес пе? Қане. Мама, мен ол киімдерді киейінші. Үйге барған соң киесің. Жоқ, мама, мен қазір кигім кеп тұр. Үйге барған соң киесің. Шу, жарайды. Кешіріңіз. Орамалыңыз шықпады. Ой, рахмет. Алло, балам, қалдарың қалай? Жақсы. Тамақтарын іштіңдер ма? Иә, іштік. Арудың дәрісін бердің бе? Иә, бердім. Әке, мен бүгін 5 алдым. Ай, жарайсың балам. Мен сол қалада жүрген. Есік кілттеп отырыңдар. Келем ғой балам, келем. Жарайды, жақсы. Мына құрғырда ұталмай қойды. Мың түрлі күйбеңмен жалғыз алысқаны аздай, қысқа жіп күрмеуге келтірмеген жоқшылықта жігіттің жігерін жасытты тағы да. Жалғыз. Таш жүрек тағдыр теперішіне төзімі таусылды. Еңсесі түсті, егілді, жалғыз. Тағдыр тартысында әлсіздік танытпауға белді бекем болды. Жалғыз. Енді қайтсам екен. Құрғыздың бөлім оталмай да қойдым. $500, 720 теңге. Барақсыз болсын. Кешеш қызым.
Sen ушағыңды тағы да алып берем айтым бол. Қайтейін. Қайтейін. Оталшы қане. Ей, оталшы. Алло. Тыңдап тұрмын, Ася Темірқызы. Айлық есепті. Қазір тапсырам. Дайындап қалдым. Жақсы. Кешіріңдерші мені. Sen kızım, Selçuk'ta. Ne kızım, derini şırın siyahtı şey koya. Hazır. Olmuşum kızım, olmuşum. Айжан. Айжан. Өткендегі құтқарып қалғанға рахмет. Әйелім біліп қоямады деп зәрем кетті. Әйелің әдемі екен. Олың да сүйкімді. Сен мені дұрыс түсін. Басқа енді мен не істей аламын? Сонымен, осылай жүре береміз бе? Сен де бұл мәселені бір жақты қылсайшы. Тоқта. Мен отбасымды бұзғым келмейді. Ал мен отбасымды кім үшін бұздым сонда? Қаласаң менімен қал. Ал бірақ мен саған тағы да қайталап айтамын. Мен отбасымды бұзбаймын. Екі жүзді, оңбаған екенсің. Адам емес, арамза. Жарайды, солай ақ болсын. Бірақ ақша мен сыйлыққа бола. Өз отбасын тастап кеткен әйелді қалай атайды? Бала шағасын тастап кеткен әйел ертең мені тастап кетпесіне кім кепіл? Балам, сабағыңды оқыдың ба? Иә, оқыдым. Жарайды, қоя сал. Қалған өзім жинастырам ғой. Айтпақшы. Мынаны ала қойшы. Ала қой, балам. Сабаққа барғанда бірдеңе алып жейсің, ақшасыз жүрме. Рахмет. Не қой, әкетай, бірдеңе сұрайыншы.
Әке, мен бәрін білем, сізге де қиын. Түсінем. Негізі мамамыздікі дұрыс болған жоқ. Балапан. Үлкендердің әңгімесін қайтесің. Бәлкім, мына менен де қателік кеткен шығар. Уақыты келгенде өзің түсінетін боласың. Бізді ойламайтыны жаным келеді. Осыншама уақыт бір ретте хабарласқан жоқ. Қарындасымды аяймын. Маманы қатты сағынып жүр. Балам, бұл сенің анаң. Сенің кінәлауға қақың жоқ. Қателеспейтін адам бар ма? Әке, қателеспейтін адам бар ма дейсіз? Егер анам қайтпесе, кешірім етіңіз. Балам, сен отында ары қарай сабағыңды оқышы. Әке, есік алдына кеттім, доп ойнайын. Арука, көп кешікпе, тамақ дайын болып қалды. Бара ғой. Иә. Ой, балам. Үйренгенің өзіңе жақсы деген. Не ой, әкетай, кешегі сөзіме ренжіп қалған жоқсыз ба? Жоқ, балам. Несіне ренжейін? Сендерге жағдай жасай алмаған. Мына өзіме ренжімесем, басқа кімді кінәлаймын? Айтшы. Әке, тағы да кек біткен сияқты. Ой, балам. Күйік бітті. Ал, тамақты күйдірдік. Жүр енді, далаға барып Аруканы алып келейік. Жүре ғой. Sağındım boy seni. Keşirim görüşmeyelim. Canım benim. Мама, жүрші үйге, жүрші! Мама! Тағдыр тартысы жұмыр басты пендені сергелденге салмай қоймайды. Бұл өмір сынағы. Күліп тұрып қоштасқаннан көрі, жылап тұрып табысқанның бағы баянды. Ал баянды бақты бағаламау, сор, соңы өкініш.